Good afternoon. How are you? Бүгін біз сіздермен бірге present simple'ды грамматикасын өтетін боламыз. Сонымен, when do we use present simple? Present simple'ды қашан қолданамыз? Экранға қарайтын болсақ, бізде бір сурет көріп тұрсыздар, иә? Орыс тіліне айтқанда круговорот дейді. Круговорот яғни айналым. Айналым деген сөз бұл қандай знак білдіреді? Ол қайталану, иә? Айналым, круговорот. Ненің қайталануы? Біздің іс-әрекеттің қайталануы. Яғни, біз present simple'ды қолданамыз, өзіміздің қайталанатын іс-әрекеттеріміз жайында айтқанда. Бізде іс-әрекеттер мейлі жылына бір, айына бір, 10 жылда бір рет, главный ең бастысы қайталанса, біз present simple'ды қолданамыз. Жарай ма? Біздің қандай іс-әрекетіміз қайталанады? Біріншісі, daily routine. Daily routine деген біздің күнделікті рутинамыз. Например, бізде қандай рутиналар бар? Таңертең ұйқыдан ояну, бет-қолымыз жуу, завтрак ішу, жұмысқа бару, күнде қайталанып жүрген, нәрселерді ол daily routine деп айтамыз. Екінші қайталанатын іс-әрекеттер болар habits. Habits деген привычки, біздің әдеттеріміз. Яғни, по пятницам бухать деп. Жұма сайын мешітке бару деген привычка бар, иә? Тағы қандай привычкалар бар? Мысалға, завтраққа үнемі қара кофе ішу, немесе кешке после жұмыстан кейін ванна қабылдау, немесе таңертең жаттығу жасау деген сияқты әртүрлі біздің привычкаларымыз бар, иә? Good habits, жақсы привычкалар, bad habits, жаман привычкалар. Сонымен, мен келемін, мен ұйықтаймын деген кезде, яғни қазақ тілінде, орыс тілдерінде сөйлеген кезде, соңында сөйлем айтқан кезде, соңында жалғаулар жалғанады ғой. Бірақ біз именно осы present simple'дың сөйлемдерін айтқан кезде, I мен, you және we, they есімдіктер қолданар арқылы сөйлемдер айтқан кезде, біз ешқандай жалғау жалғамаймыз. Яғни, мен жеймін деп айтатын болсақ, жеймін деген кезде мін деген жалғау жалғап тұр ғой. Бірақ present simple'да біз айдан кейін жай ғана eat деп айта саламыз. Ешқандай жалғаусыз, оңай. I eat, мен жеймін. You live, сен өмір сүресің, иә? We bark. We bark деген гавкать деген сөз. Біз үреміз. They sleep, олар ұйықтайды. Яғни, ешқандай жалғау етістіктерді осы есімдіктерден кейін қоя саламыз present simple'ға. Енді жаңағы біздің қайталанатын рутинамыз, бізде сол сөздерді жайында айтатын боламыз. Бірінші рутина таңертең жасайтын ол get up, get up, тұру. Мен тұрамын, қалай болады? Ұйқыдан тұру, мен тұрамын ұйқыдан. Мен ұйқыдан тұрамын болады. I get up, I get up. Енді I get up, o'clock. Яғни, біз қашан, қай уақытта тұратынымызды айтқан кезде, біз атты бірінші не істейтінімізді айтамыз, одан кейін at предлогын қолданамыз, одан кейін уақыт жайында айтамыз. Мысалға, мен сағат 8-де тұрамын болса, I get up. Бірінші уақыттан алдын at деген қолданамыз. At 8 o'clock, I get up at 8 o'clock. Ал егер мен сағат 10-да оянамын десе қалай болады? I get up at 10 o'clock. Келесі, яғни уақыттан алдын біз at предлогын қолданды. Енді апта сөздерін өтейік. Бірінші апта Monday, Monday, дүйсенбі, Tuesday, сейсенбі, Wednesday, сәрсенбі, Wednesday деген фильм көрген боларсыздар мүмкін. Келесі, Thursday, төртінші күн, Friday, жұма, Saturday, сенбі, Sunday, жексенбі. Біз уақыттан алдын at предлогын қолдандық, ал апта күндерінен алдын біз
Онда не қолданамыз? On сөзін, on предлогын қолданамыз. Мысалға, сағат 7-де деп айтатын болсақ, at 7 o'clock, иә? Ал дүйсенбіде деп айтатын болсақ, on Monday, иә? Сейсенбіде деп айтатын болсақ, on Tuesday, жұмада, да? Жұмада деп айтатын болсақ, on Friday. Мысалға, мен жұмаға мешітке барамын деген қалай болады жұма күні? I go to mosque, мешіт, иә? Mosque on Friday. I go to mosque on Friday. Келесі. Let's skip it. Екінші рутина бізде қалай болады? Тіс жуу. Кімнің тісін жуамыз? Менің, да? Okay. So тіс жуу болады brush teeth. Brush teeth. Мені кімнің тісін жуамыз? My teeth, да? My teeth. I brush my teeth. Мен өзімнің тісімді жуамын, иә? I brush my teeth. Келесі рутина бізде болады have breakfast. Жасөспірімдер қазіргі уақытта have it деген терминді қолданады, иә? Идем have it деп. Кеттік тамақ жейміз деудің орнына идем have it деп. Олар ағылшын тіліндегі have деген сөзді иеленген осылай. Яғни осы терминдерге кіргізген. Have it деген have деген сөз. Have it завтрак деген, например. Ол have breakfast, иә? Таңғы ас ішу. Келесі бізде рутина, бізде get dressed, киіну, иә? Одеваться. Get dressed. Get dressed. Мен киінемін деген қалай болады? I get dressed, иә? Ал мен киінемін завтрактан кейін болса қалай болады? I get dressed, кейін after breakfast. I get dressed after breakfast. Next. Одан кейін не істейсіздер? Одан кейін сіздер oh my god деп ағылшын сабағын үйренесіздер, иә? Ағылшын сабағын үйренген бізде study English. Study English. Мен ағылшын сабағын үйренемін деген қалай болады? I study English. Мен ағылшын сабағын үйренемін сағат 10-да деп айтсақ қалай болады? I study English at 10. I study English at 10. Мен ағылшын тілін сабағын үйренемін дүйсенбі күні деп айтсақ қалай болады? I study English on Monday. Мен сәрсенбі күні ағылшын үйренемін деген қалай болады? I study English on Wednesday. On Wednesday. Келесі, одан кейін ағылшын сабағын үйренгеннен кейін қайда барамыз? Бару деген go, иә? Қайда? To work. Go to work, иә? Мен жұмысқа барамын сағат 12-де десе қалай болады? I go to work at 12. Okay. Келесі, біздің сүйікті рутинамыз. Ол обед ішу, иә? Обед ішу бізде түскі ас ішу, яғни түскі ас ішу ағылшынша have lunch болады. Have lunch. Мен сағат 1-де түскі ас ішемін қалай болады? I have lunch. Екінші, иә? Екінші прием пищи тамақтану. Бірінші тамақтану ол have breakfast болды. Екінші тамақтану ол have lunch. I have lunch at 1 o'clock. Келесі, сіздерде тренер болсаңыздар да, атлет болсаңыздар да, барлықтарыңызда таеквондо сабағы бар, иә? Таеквондо сабағы болады деген сөз. Бізде have taekwondo lessons. Сіздерде таеквондо сабағы қашан болады?
Окей, таеквондо сабағы, мысалға айтсақ, сағат 5-те деп айтсақ, қалай болады? Мгм. I have taekwondo lessons at 5 o'clock. I have taekwondo lessons at 5 o'clock, yeah? Келесі. Мгм. Келесі біздің екінші сүйікті рутинамыз ол үйге қайту, үйге бару, иә? Үйге бару бізде болады go to home емес to-сіз айтамыз. Go home. Go home. Мен үйге барамын сағат 6-да болады. I go home at 6 o'clock. Yeah? Келесі. Үйге барғаннан кейін не істейміз? Ужин ішеміз, иә? Кешкі ас ішеміз. Кешкі ас ішкен кезде ол да have деген сөзбен басталады. Үшінші тамақ мезгілі. Have dinner. Have dinner. I have dinner at 8 o'clock. Yeah? Мен сағат 8-де ужин ішемін. Келесі, ужин ішіп болдық. Енді не істейміз? Have a shower. I have a shower. Yeah? Душ қабылдау. I have a shower. Мен сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері душ қабылдаймын. Қалай болады? I have a shower on Tuesday, Thursday, Saturday. Келесі, ең соңғы рутина бізде ұйқыға бару, ұйықтау, иә, біздің сүйікті рутинамыз. Ұйқыға бару ол болады go to sleep. Go to sleep. Сіздер нешеде ұйықтайсыздар? When do you go to sleep? Мысалға, I go to sleep at 12 o'clock. Мен 12-де ұйықтауға барам, иә? I go to sleep at 12 o'clock. Келесі. Енді тамаққа байланысты сөздерді үйреніп жүрейік, иә? Бізде біріншісі fish, балық, meat, pasta, rice, eggs, yogurt, vegetables, potatoes, salad, fruit, bread, butter, cheese, sugar, sandwich, cereal. Хлеб с маслом деген жейсіздер ғой, нанға сарымай жағып тұрып, иә? Хлеб с маслом деген bread, бірге, иә? With butter. Bread with butter. Хлеб с маслом. Do you like bread with butter? Вам нравится? Сізге bread with butter ұнайды ма? Маған да ұнайды. Next. Хлеб с сырым, яғни нан сырмен деген қалай болады? Bread with cheese. Bread with cheese. Келесі, sugar. Sugar деген сахар, иә, қант. Нан сармаймен және сахармен деп айтатын болса қалай болады? Bread with butter and sugar. Bread with butter and sugar, yeah? Do you like bread with butter and sugar? Маған да ұнайды. I like bread with butter and sugar. Next, sandwich. Sandwich again, sandwich, yeah? Next, cereal, chocolate, coffee, tea, milk. Чай с молоком деген қалай болады?
Sütпен шай деген. Tea with milk. Немесе сүт шай деп айтсақ та болады, иә? Milk tea. Келесі water, orange juice, wine. Қызыл вино деген қалай болады? Red wine, ақ вино, white wine. Beer. Пиво. Енді мына сөздерге мән берейік. Breakfast деген завтрак, яғни in the morning, таңертең ішеміз, иә? Lunch in the afternoon, обед кезінде ішеміз. Dinner in the evening, кешкі уақыт кезінде ішеміз, иә? Енді eat деген тамақ жеу. Drink деген ішу, иә? Ішу, пить. Яғни eat және drink деп бөліп жармай екеуін общий айтқымыз келетін болса, have дегенді қолданамыз. Мысалға, иттен кейін біз жейтін нәрсені айту керекпіз. Мысалға, I eat fruits, да, фрукты жеймін for breakfast. Иттен кейін біз фрукт айтамыз, жейтін нәрсені. Егер ішетін нәрсені айтатын болса, I drink orange juice for breakfast. Drinktен кейін ішетін нәрсені айту керек. Егер I eat деп шаршап, созып жүрудің орнына біз былай айтсақ болады. I have fruits and orange juice for breakfast. Have деген употреблять деген сияқты. Употреблять деген. Яғни жеу, ішу екеуін общий have деп айтсақ болады. Енді мен фрукты жеймін деген болады. I have fruit, да? I have fruit. Ал мен фрукты жемеймін деп айтса қалай болады? I don't have fruit, иә? I have fruit, I don't have fruit. Мен завтраққа вино ішпеймін деген қалай болады? I don't drink wine for breakfast, yeah? For breakfast. Okay, good. Енді мынау жаттығуды бірге жасап жіберейік. Біз сэндвич жейміз деген қалай болады? We have, мынау суретіне, sandwich for lunch. Яғни for lunch обедке, түскі асқа сэндвич жейміз, иә? I not like, и мынау сурет. Бұл бізде болады. I don't like fish. Мен балықты жақсы көрмеймін. Мен I have, және мынау сурет for breakfast деп тұр. Мен завтраққа жұмыртқа жеймін деген қалай болады? I have eggs for breakfast. We not drink in the evening. Біз шай ішпейміз. Кешке деген қалай болады? We don't drink tea in the evening, yeah? Бұл точно қазақтар жайында емес, иә? Қазақтар, яғни біз точно біз жайында емес. Біз кеш болсын қарамаймыз, таң болсын іше береміз шайды, иә? Келесі, олар шоколад жақсы көреді деген қалай болады? They like chocolate. They like chocolate. Сен ет жейсің. You eat meat. Сен рис жейсің кешке қарай. Жоқ, сен емес, біз, иә? We eat rice in the evening. Менің кофемнің ішінде сахар жоқ деп айтсақ. I don't have sugar in my coffee, yeah? I don't have sugar in my coffee. Сен сыр жақсы көрмейсің деп айтсақ қалай болады? You don't like cheese. Балалар көкөністер жемейді деп айтсақ қалай болады? The children don't eat vegetables, yeah? Children don't eat vegetables.
Сонымен бізде сабақ аяқталды. Үй жұмысы осы бет. Өздеріңіз жайында осы информацияларды айтсаңыздар. Where? I have breakfast. Завтракты қайда жейсіздер? I have что-то for breakfast. Завтракқа не жейсіздер? Lunch деген обед. Обедті қайда жейсіздер? I have dinner with. Мен ужинды жеймін. Кіммен? With. Кіммен? I eat a lot of. Мен жеймін көп. Сіз көп не жейсіз? I eat a lot of what? I love. I love деген мен жақсы көремін. Қандай тамақ жақсы көресіздер? I don't like. I don't like. Қандай тамақ жаман ұнатпайсыздар? Соны өздеріңіз жайында айтсаңыз, жазсаңыздар. Және өздеріңіздің күнделікті рутиналарыңыз. Яғни таңертең оянғаннан кешке ұйықтағанға дейінгі рутиналарыңызды өздеріңіз жайында эссе жазсаңыздар. Сонымен бізде сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.